Дедовщина азайды ма? Бізде дедовщина деген ұғым жоқ. Болған жоқ ондай ма? Дедовщина жоқ. Сіз жақында нелерге, жаңағы сарбаздарға смартфон пайдалануға рұқсат бердіңіз. Осыдан кейін олар қазір пайдаланып жүр ғой. Қандай нелер азайды, яғни қандай жақсартуға көмектесті ме, дедовщина азайды ма, сол жағын айтсаңыз. Енді қазіргі таңда бұл қорғаныс министрінің бұйрығыменен смартфондарды қолдану рұқсат берілді. Өздеріңіз білесіздер. Бұл смартфондар қолдану берілген ата-аналарменен біздің сарбаздардың күнделікті қарым-қатынастары және де күнделікті болып жатқан армиядағы болып жатқан біздің қару күштерінде болып жатқан процестерді ол кісілер де біліп көріп отыр. Енді ол жерде де құпиялық режимдер бар. Сондықтан көп нәрселерді ол жерде айтып көрсетуге болмайды, бірақ өзінің белгіленген уақытында белгілеген өздерінің жанұяларымен видео режимде сөйлесу құқықтарын алды. Ол біріншіден, екіншіден моральдық психологиялық жағдайды кішкене болсын ол қалыптастыруын, дұрысталуын қалыптастырды деп айтуға болады. Дедовщина азайды ма? Бізде дедовщина деген ұғым жоқ. Болған жоқ ондай ма? Дедовщина жоқ.